Қорлан. 2010 жылғы шілде айы болатын. Елді елең еткізген бір оқиға болды. Атақты Естай ақын әнінің прототипі бар емес пе? Міне сол асылымыздың зираты табылыпты. Білмей келіппіз, сұлулық символы болған Ғазиз жанның бейіті оқиға болып ән туған Павлодар өңіріндегі Маралды маңайында емес екен. Ол сонау Ресей Федерациясындағы Алтай өлкесінің Славгород төңірегінде болып шықты. Міне сол жерде бүкіл бір халықтың сүйіспеншілігіне бөленген ұлт махаббатына айналған қазақтың хас сұлуы 30 жылдардың аяғында мәңгілік сапарға аттаныпты. Сол жылы бейіт басына көктас белгі қойып ас берілді. Жұртшылық алдына Қанат Назымбекұлы атты қария шақырылды. Сұрастырып білсек, бұл кісі Қорлан апамыздың туған немересі екен. Ол кісінің әңгімесіне қарағанда апалы сіңілі Құсни мен Қорланның әкелері Сұлтан би, ал ағасы Сұңқарбек осы Қаранай аймағының болысы болған адамдар екен. Қорлан кәмелеттік жасқа жеткен кезде бойжеткенді іргелес ауылдағы Қуатбайдың ұрпағы Нұрмұхамбетке ұзатады. Алланың жазуы, аталарының ұйғаруы бойынша отау құрған жұбайлар өмірде сыйластықпен 30 жылдарға дейін бақытты өмір сүреді. Содан кейінгі тәркілеу мен ашаршылық қатты есеңгіретеді. Ал 37-нің зобалаңы тіпті сұмдық еді. Жергілікті билік қазақ ауылдарындағы оқыған азаматтарды атып, асып болған соң, араларында Нұрмағамбет бар топты шахта мен темір жол жұмыстарына апарып салу үшін Приморьеге айдайды. Сол аласапыран уақытта Қорлан анада бір ғана үміт болған дейді білетіндер. Ол өзінің шиеттей бала-шағасы 5 ұл бір қызын қалайда аман алып қалу үшін 60 шақырым жердегі нағашыларына жету еді. Жетеді де. Бірақ перзенттерін өзі іздеп келген отбасына табыстап бола беріп, күзгі қара суықтағы азапты жолдан қалжыраған Ғазиз жан үзіліп кете береді. Сол жерде композитор Жоламан Тұрсынбаев жанында отырған Қорлан апамыздың немересі Қанат Назымбек ұлы қарияға 2 сауал қойды. Оның алғашқысы Естайдың Құсни Қорлан әнінің туу тарихы да, кейінгісі Құсни қыздың тағдыры туралы сұрақ еді. Ресейдегі Славгород, Құлынды өңірі мен Қазақстандағы Маралдының арасы жақын деп бастады сөзін Қанат ақсақал. Үлкендерден естуіміз бойынша бір жазда апалы сіңілі Құсни мен Қорлан сол ел жақтағы тойға барады. Онда Естай ақын да болыпты. Жастарға арналып тігілген киіз үйдегі ойын сауықта атақты әнші киімдері де, өздері де өзгеше 2 сұлу қызды көріп қалады. Сөйтетте бір сәттік көріністі ұмыта алмай терең толғанысқа беріледі. Ал Қорлан ше? Тойдан келген бойжеткенді бұрынғы атастырып қойған жеріне ұзатылу күтіп тұрған еді. Оны естіген Естай ақын түрлі ойға беріледі. Ақыры соның, яғни сан түрлі сезімнің әсерінен кейін ол Құсни Қорлан ән дүниеге әкеледі. Анамыз көрші ауылға келін болып түскен соң Маралды, Кереку жаққа қайтып бармаған. Бүкіл өмірі осы төңіректе өткен. Естайдың да бұл жаққа жолы түспеген. Осылайша тойдағы бір сәттік көрініс әсерінен ақын артында аңызға айналған ғажайып ән қалды. Ал Құсниға келсек, ол кісіні ешкім білмейді. Қайда, кімге ұзатылған, тағдыры қалай болған, қашан өмірден өткен. Міне, мұның бәрі сол замандағы жөн білетін аталарымыздың да, одан кейінгі біздерге де жұмбақ. Еш жерде ешқандай дерек қалмаған.